Сен бәрін көресің, бәрін естисің, бірақ қозғала алмайсың. Бұл сөздер Әлияның құлағында өлім үкіміндей жаңғырып тұрды. Ол мұздай көлдің түбінде, аударылған қайықтың астында жатыр. Өкпесіндегі соңғы ауа көпіршік болып сыртқа шығып барады. Көз алдында өзін құтқарушыдай көрсеткен, бірақ шын мәнінде нағыз қобыжық болып шыққан арманның қанға боялған жүзі. Әлияның қол-аяғы параличтен тас болып қалған. Ол су астында аузын ашып көмекке шақырғысы келеді, бірақ дыбыстың орнына өкпесіне мұздай су тола бастады. Ол өлу үшін келген еді. Бірақ дәл осы сәтте, ажалдың суық құшағында жатып, оның бойында бұрын-соңды болмаған өмірге деген аштық оянды. Бәрі қалай басталды? Неліктен мейірімді болып көрінген бейтаныс адам оны тірілей тозаққа тастады? Және ең бастысы, денесі жансызданған әйел су түбіндегі қобыжықты қалай жеңіп шықпақ? Бұл жай ғана қорқынышты хикая емес. Бұл рухтың азабы мен қайта туылуы туралы оқиға. Күзгі түннің ызғары сүйектен өтеді. Іле Алатауының биік шыңдарынан ескен суық жел қарағайлардың арасымен сықырып, ажалдың әнін айтқандай болады. Әлия ескі көлігінің руліне жабысқан күйі, таудың ирек-ирек тас жолымен жоғары өрлеп келе жатты. Оның жанарында нұр сөнген, тек бос қарауытқан тұңғиық қана бар. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені бұл шындық сізді бей-жай қалдырмайды. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қай қаладан сағат нешеде көргендеріңізді жазып кетіңіздер. Пәтер ішіндегі тыныштық соншалықты ауыр, оны тіпті қолмен ұстап көруге болатындай еді. Бұл жай ғана үнсіздік емес, бұл үміт үзілген жерде орнайтын, қабырғаларды қажайтын, адамның демін тарылтатын өлі тыныштық. Әлия бөлме ортасында қозғалыссыз тұрды. Оның жанары бір нүктеге, бөлменің бұрышында тұрған, беті ақ жаймамен жабылған кішкентай ағаш атқа қадалып қалған. Осыдан 3 ай бұрын бұл үйден күлкі мен қуаныштың дауысы үзілмейтін. Кішкентай Мұраттың анашым деп жүгіріп келіп, мойнына асылғаны кеше ғана сияқты еді. Бір қателік, бір қас қағым сәт. Содан бері Әлия үшін уақыт тоқтап қалған. Ол тірі жүргенімен, оның жаны сол қайғылы күнмен бірге жер астына кеткендей болатын. Жатым бөлмеден күйеуі Асқардың ауыр тынысы естіледі. Олар бір төсекте жатса да, араларында мыңдаған шақырымға созылған көрінбейтін мұң қабырғасы тұрғандай. Екеуі бір-біріне жұбаныш бола алмады. Керісінше, бірінің жүзіне қарау екіншісіне сол қасіретті еске түсіретін. Әлия ешбір дыбыс шығармай, сақтықпен дәлізге шықты. Үстіне жеңіл күртешесін іле салып, есікті жайлап жапты. Оған бұл жерден қашу керек болды. Мына қабір үйден, ескі естеліктерден, өзін жегідей жеген кінә сезімінен құтылғысы келді. Көлікке отырып қозғалтқышты оталдырғанда оның барар жері белгілі еді. Ол қаланың шуынан алысқа, таулы аймақтағы қалың орманның ішіне бет алды. Жолдың екі жағындағы қарағайлар қараңғы түнде ақырет киген елестердей тізіліп қалып жатыр. Көліктің шамдары ғана алдындағы қараңғылықты тіліп өтеді. Жарты сағаттан соң ол жолдың шетіне тоқтады. Бұл жер, жергілікті халық арасында қарғыс атқан құз деп аталатын, төменгі жағында арына қатты өзен ағып жатқан биік жартас еді. Әлия көліктен түсті. Мұздай жел оның шаштарын жұлқылап, бетін аяусыз ұра бастады, бірақ ол суықты сезбеді. Оның ішіндегі өрт бұл суықтан 1000 есе күшті еді. Ол жартастың ең шетіне, өлім мен өмірдің шекарасына келді. Төменде, тас қараңғы тұңғиықта өзеннің гүрілі естіледі. Бір ғана қадам. Соңғы қадам. Осы қадамды жасаса, бәрі бітеді. Жүректегі ауырлық басылады, санадағы айқай тынышталады. Әлия көзін жұмып терең дем алды. Ол төменге құлауға емес, ұлына баруға дайындалғандай еді. Оның денесі алға қарай сәл еңкейе бергенде кенеттен ту сыртынан жұмсақ, бірақ анық естілген ер адамның даусы шықты. Ол жақта сіз іздеген тыныштық жоқ, сеніңіз маған. Әлия селк етіп артына бұрылды. Қараңғылықтың ішінен оған қарай бір адам жақындап келе жатты. Оның жүзінде мейірімді жымиыс, ал көздерінде мен сені түсінемін деген жасанды болса да сенімді ұшқын бар еді. Бұл Әлияның өмірін құтқаруға келген періште ме, әлде тозаққа жетелейтін ібіліс пе, ол жағы әзірге беймәлім болатын. Әлия бұл кездесудің кездейсоқ емес екенін, ал оның алдында тұрған адамның қолындағы электрошокер мен қалтасындағы улы шприцтің барын мүлде білмейтін еді.
Нағыз тозақ енді ғана басталды. Әлияның жүрегі кеудесінен шығып кете жаздады. Ол өліммен бетпе-бет тұрғанда қасынан тірі жанды көремін деп ойламаған еді. Бейтаныс ер адам оған асықпай жақындады. Оның үстінде қою сұр түсті қалың күртеше, басында қара қалпақ, ал жүзінде әлдебір түсініксіз, тіпті жұбаныш сыйлайтын сабырлылық бар. Қорықпаңыз, мен сізге зиян тигізбеймін, деді ол дауысын баяу шығарып. Менің есімім Арман. Осы маңдағы орман шаруашылығында жұмыс істеймін. Түн ортасында мұнда жалғыз жүргеніңізді көріп, алаңдап кеттім. Әлия үнсіз қалды. Оның көзінен жас сорғалап, еріндері дірілдей бастады. Құз жартастың ең шетінде тұрған ол әлі де бір қадам жасауға дайын еді, бірақ мына адамның кенеттен пайда болуы оның ойын шашыратып жіберді. Кетіңіз. Өтінемін, кетіңізші, деді Әлия сыбырлап. Маған көмектесе алмайсыз. Ешкім көмектесе алмайды. Арман тоқтады. Ол арақашықтықты сақтап, Әлияны үркітіп алғысы келмегендей қолын жайлап көтерді. Білесіз бе, деді Арман терең күрсініп, мен де осындай күйді бастан кешкенмін. Жоғалтудың не екенін білемін. Санаңды кінә сезімі өртеп, дүние тарылып кеткенде, осы биіктік жалғыз шешім сияқты көрінеді. Бірақ сеніңізші, бұл өтірік сезім. Бұл сөздер Әлияның ең ауыр жарасына дөп тиді. Ол жалт қарап. Сіз қайдан білесіз? Сіз менің не сезінетінімді қайдан білесіз? Деп айқайлап жіберді. Менің де жақынымнан айырылған кезім болған. Арманның дауысы сәл дірілдегендей болды. Бұл оның сөзіне шынайылық беріп тұрды. Бірақ қазір мұнда тұрып сөйлесуге тым суық. Жел күшейіп барады. Төменде жол жиегінде менің фургоным тұр. Ішінде ыстық шай бар. Жай ғана 5 минут жылынып сөйлесейік. Егер содан кейін де шешіміңіз өзгермесе, мен сізді тоқтатпаймын. Уәде беремін. Әлия төменге, арына қатты өзенге бір қарады. Сосын Арманның мейірімді жүзіне қарады. Оның бойындағы соңғы қарсылық күші сарқылып бара жатқан еді. Суық жел оның сүйегінен өтіп кетті. Ол басын жайлап изеді. Арман жылы жымиды. Міне, дұрыс. Жүріңіз, мен демеп жіберейін. Олар жартас жиегінен алыстап, орман ішіндегі соқпақпен төмен түсе бастады. Арман өте сыпайы болды. Әлияның сүрініп кетпеуін қадағалап, жолдағы бұтақтарды итеріп, оған жол ашып беріп отырды. Әлия оның бойынан ешқандай қауіп сезбеді. Керісінше, осы бір бейтаныс адам оның өміріндегі соңғы үміт сәулесі сияқты көрінді. Олар жол жиегінде тұрған ескілеу, бірақ мықты көрінетін ақ түсті фургонға жақындады. Арман артқы есікті ашып. Кіріңіз, мұнда жылы. Мен қазір шай құямын, деді. Әлия фургонның ішіне кіріп, тар орындыққа отырды. Іші қараңғылау екен, тек кішкене шам ғана жарық беріп тұрды. Арман сыртта қалып, әлдебір заттарды шұқылап жатқандай болды. Әлия терезеден сыртқа қарап, өз ойымен әуре болып отырғанда, кенеттен оның арқасынан мұздай суық бірдеңе тигенін сезді. Ол бұрылып үлгергенше құлағын жарып жібере жаздаған электрошокердің тасырлаған дыбысы шықты. Әлияның бүкіл денесі сіресіп, көзі қарауытып кетті. Соңғы көргені Арманның жүзіндегі әлгі мейірімді жымиыстың орнына пайда болған, аш қасқырдың көзіндей жылтыраған суықта қатыгез жанар еді. Кешір, Әлия, деп сыбырлады ол құлағына. Ойын енді басталды. Дүние айналып, Әлия ес-түссіз фургонның еденіне құлады. Ол өзін өлімнен құтқарған адамның шын мәнінде өлімнен де қорқынышты тозаққа алып келгенін тым кеш түсінді. Әлия есін жинағанда басы соққы алғандай ауырлап, желкесі үйіп бара жатты. Ол өзін әлі де фургонның ішінде екенін сезді, бірақ жағдай түбегейлі өзгерген. Оның қолдары артына қайырылып, темір тірекке қатты байланған, аяқтары да тұсаулы. Фургонның ішіндегі әлсіз, шам соқыр тышқанның көзіндей жылтырап, айналаны көмескі жарыққа бөлеп тұр. Кенет есік сықырлап ашылып, табалдырықта Арман көрінді. Оның қолында буы бұрқыраған 2 кесе шай бар. Ол ештеңе болмағандай жайбарақат жақындап, Әлияның қарсы алдына жайғасты. Ояндың ба? Кешірім өтінемін, электрошокер өте дөрекі құрал, бірақ сен тым қатты толқып тұрдың. Саған тынышталу керек болды, деді ол дауысын құбылта. Қазір оның дауысы жартас басындағыдай жұмсақ емес, металл секілді суық естілді.
Әлия бар күшін жинап, байлаулы қолын жұлқып қалды. Сен кімсің? Саған не керек? Жібер мені. Оның дауысы үрей мен ашудан дірілдеп шықты. Арман жауап бергеннің орнына кеседегі шайды үрлеп, бір ұрттам ішті. Сосын екінші кесені Әлияның ерніне жақындатты. Іш. Бұл шөп шайы. Өте дәмді, әрі жүйкені тыныштандырады. Сенің қазіргі жағдайыңда бұл таптырмас ем. Әлия басын бұрып әкетті. Мен ештеңе ішпеймін. Полиция сені іздейтін болады. Күйеуім мені қазір-ақ іздеп шығады. Арман мысқылмен жымиды. Оның көздерінде ешқандай адамгершілік нышаны қалмаған еді. Күйеуің бе? Асқарды айтасың ба? Ол қазір терең ұйқыда. Ол сенің тауға кеткеніңді де білмейді. Ал полицияға келсек. Бұл айналада ешкім жоқ, Әлия. Тек сен, мен және мына шексіз орман ғана бар. Арман кесені жерге қойып, Әлияға жақынырақ еңкейді. Ол Әлияның жүзіндегі қорқынышты зерттеп жатқандай мұқият қарап тұрды. Мен сені сол жартастың басында көргенде, көзіңнен бірдеңені байқадым. Сен өлгің келді, солай емес пе? Сен өмірден шаршадың. Мен саған тек көмектескім келеді. Мен саған өмірдің қаншалықты тәтті екенін сезіндіремін. Бірақ ол үшін сенің бойыңдағы қарсылықты жоюымыз керек. Ол қалтасынан кішкентай, мөлдір сұйықтыққа толған шприцті шығарды. Жарық сәулесі ине ұшында шағылысып, Әлияның зәресін ұшырды. Бұл не? Әлияның дауысы сыбырға айналды. Бұл бостандық деп жауап берді Арман, Әлияның білегін қатты қысып ұстап. Бұл сенің денеңді уақытша тыныштандырады. Сен бәрін көресің, бәрін естисің, бәрін сезесің. Бірақ қозғала алмайсың. Сен өз денеңнің ішіндегі тұтқынға айналасың. Нағыз қызық сонда басталма. Әлия айқайлағысы келді, бірақ Арман оның аузын қатыгездікпен басып қалды. Ине терісіне кіріп кеткенде, Әлия бойынан мұздай суықтың тарап бара жатқанын сезді. Сенің 20 минутың бар, Әлия, деді Арман сағатына қарап. 20 минуттан кейін сенің саусақтарың, сосын қолдарың, сосын бүкіл денең тас болып қатып қалады. Оған дейін біз аңшы мен олжа ойынын ойнап көреміз. Мен саған қашуға мүмкіндік беремін. Егер үлгерсең. Арман Әлияның қолындағы арқанды пышақпен кесіп жіберді де, фургонның есігін айқара ашып тастады. Сыртта түнек орман мен белгісіздік күтіп тұр еді. Арман Әлияны жай ғана өлтіргісі келмейді. Ол оның рухын сындырып, әлсіздігінен ләззат алғысы келеді. Әлияның бойындағы уланған қан мен уақытқа қарсы жанталасы енді басталды. Фургонның есігі айқара ашылғанда, ішке түнгі орманның ызғарлы ауасы лап берді. Бұл еркіндіктің иісі емес, бұл ажалдың суық демі еді. Әлия еденде жатып өкпесі тарыла дем алды. Ине шаншылған жері мұздап, сол мұз біртіндеп тамырларымен жоғары өрлеп бара жатқандай. Арман сағатына тағы бір қарап, мысқылмен жымиды. Оның жүзіндегі қатыгездік пен құмарлық араласқан көзқарас Әлияның зәресін ұшырды. Не тұрсың? Уақыт жүріп жатыр, Әлия. Қазір сағат тілі сенің басты жауың. Жүгір. Маған қызықтыра ойын көрсетеді, ол ақырын ғана фургонның қабырғасын саусақтарымен тықылдатып. Әлия дірілдеген қолдармен еденді тіреп, орнынан түрегелмек болды. Бас айналып, дүние шыр айналып кеткендей болды, бірақ ол тісін қайрай берді. Ол өлу үшін келген еді. Иә. Бірақ мұндай қорлықпен, мынадай мақұлықтың қолынан емес. Өлуге деген құлшыныстың орнын кенеттен пайда болған, өзекті өртейтін өмірге деген ашулы талап басты. Ол фургоннан секіріп түсті. Аяқтары жерге тигенде, тізесі бүгіліп, етпетінен құлай жаздады. Артында Арманның қарлыққан күлкісі естілді. Әлия жалт бұрылмастан қап-қараңғы орман ішіне қойып кетті. Айнала тас қараңғы. Тек ағаш бұтақтарының арасынан әлсіз жылтыраған ай сәулесі ғана жол көрсеткендей болады. Әлия бетін шарпыған бұтақтарға, аяғына оратылған шөптерге қарамай жүгіріп келеді. Өкпесі күйіп барады. Әрбір тынысы ысқырып шығады. Тоқтама. Тоқтама. Деп қайталады ол іштей. Бірақ 5 минут өткенде, ол алғашқы қорқынышты белгіні сезді. Оң қолының саусақтары біртіндеп үйіп, сосын мүлде сезімсіз болып қалды.
Ол саусақтарын жұдырыққа түймек болды, бірақ олар бөтен бір зат секілді икемге келмеді. У тарай бастады. Ол артына қарады. Алыстан ағаштардың арасынан Арманның қолшамының жарығы көрінді. Ол асықпайды. Ол Әлияның қайда бара жатқанын, оның денесінің қашан сатқындық жасайтынын дәл біледі. Жарық сәулесі орман ішінде өлімнің хабаршысындай ары-бері ойнақтайды. Әлия қалың бұтақтардың арасына ойып кетті. Оның мақсаты жолға шығу немесе көмек сұрайтын бір белгі табу. Бірақ орман оны жұтып қойғандай, шексіз әрі мейірімсіз. Кенет ол алдынан үлкен жыраны байқамай қалып, төмен қарай ұшты. Топырақ пен ескі жапырақтардың үстімен домалап барып түбіне барып түсті. Оң иығы қатты ауырды, бірақ ол ауырсынуды сезгеніне қуанды, демек, ол жер әлі тірі. Ол жыраның түбінде тынысын басып жатқанда, жоғарыдан Арманның даусы естілді. Әлия, сенің 15 минутың қалды. Қолдарың қалай? Әлі сезесің бе? Ойын қызып жатыр. Әлия аузын қолымен басып, дыбыс шығармауға тырысты. Көз жасы еріксіз ақты. Ол дәл қазір өз денесінің ішіндегі қараңғылық пен сырттағы құбыжықпен бірдей арпалысып жатты. Оның ең үлкен қорқынышы қозғала алмай қалғанда Арманның оған жақындап келуі еді. Ол тістеніп, сол қолымен жер тіреп, қайтадан еңбектей бастады. Ол берілмейді. Тым болмаса, мына мақұлық оның соңғы демін оңайлықпен алмауы тиіс. У Әлияның шынтағына дейін жетті. Енді оның тек аяқтары мен сол қолы ғана бағынады. Ал Арман болса, оның ізімен өте жақын келе жатыр. Әлия жыраның түбінен әрең шығып, алға қарай ұмтылды. Бірақ енді оның жүрісі бұрынғыдай емес еді. Оң қолы жансыз шыбықтай салбырап, денесіне ауырлық түсіре бастады. Оның иығына жеткенде бойын суық қалтырау биледі. Бұл жай ғана физикалық паралич емес, бұл оның ерік жігерінде шырмап бара жатқан үрейі еді. Ол ағаштардың арасынан Арманның қолшамының жарығын тағы да көрді. Жарық сәулесі бұтақтардың арасынан Әлияны іздеген аш жыртқыштың көзіндей жылтылдайды. Арман өте жақын еді. Оның тіпті құрғақ жапырақтарды басып келе жатқан нық қадамдары анық естіле бастады. Әлия, сен тым баяусың, деді Арман. Оның дауысы енді мүлде жақыннан, бар болғаны 20-30 метрдей жерден шықты. Сенің сол жақ қолыңда үйіп бара жатыр ғой. Иә. Мен мұны сезіп тұрмын. Денең сені сата бастады. Бұл қандай сезім екенін білесің бе? Бұл билік. Сенің тағдырың менің сағатымның тіліне байланып тұр. Әлия тістеніп, бар күшін аяқтарына салды. Бірақ кенеттен оның сол жақ саусақтары да бағынбай қалды. Ол жүгіріп бара жатып, тепе-теңдігін жоғалтып, бетімен жерге құлады. Аузына топырақ пен шіріген жапырақтар кіріп кетті. Ол тұруға тырысты, бірақ қолдары енді оны жерден көтере алмайтын еді. Ол тек иығымен және тізесімен жер бауырлап, алға жылжуға тырысты. Осы сәтте Арман оның қарсы алдына келіп тоқтады. Қолшамның жарығы Әлияның көзін қарыды. Ол қолшамды жерге қойып, Әлияның жанына тізерлеп отырды. Оның жүзінде кекетісінде ашу да жоқ, тек суық, ғылыми қызығушылық қана бар еді. Қарашы, Әлия, деді ол оның бетіне түскен шаштарын саусағымен жайлап қана сырып. Қазір сенің жүрегің атша тулап тұр, бірақ денең тас болып барады. Мен саған өмірдің қадірін білдіремін демек пе едім. Сен өлгің келген еді, ал қазір сенің әрбір клеткаң өмір үшін күресіп жатыр. Қандай ғанибет, солай емес пе? Ол Әлияның иегінен қатты қысып, өзіне қаратты. Мен жай ғана өлтіруші емеспін. Мен суретшімін. Мен адамның рухы мен денесінің ажырасу сәтін зерттеймін. Сенің күйеуің Асқар сенің мынадай сұлу болғаныңды ешқашан көрген емес. Өлімнің алдындағы ақиқат. Ол өте көркем. Арман орнынан тұрып, Әлияны аяғынан тартып, фургон бағытына қарай сүйрей бастады. Әлияның денесі жердегі тастар мен бұтақтарға соғылып, ауырсынудан айқайлағысы келді, бірақ оның дауыс желбезектері де біртіндеп қатып бара жатқандай еді. Ол тек әлсіз ыңырсыған дыбыс қана шығара алды. Ойының бірінші кезеңі бітті, деді Арман суық үнмен. Енді ең қызықты бөліміне көшеміз. Сенің әлі 15 минутың бар. 15 минут, бұл тұтас бір өмір, Әлия.
Арман оны фургонның есігіне дейін сүйреп әкеліп, ішке лақтырып жіберді. Ол фургонның ішіндегі шприцтер мен пышақтар тізіліп тұрған үстелге жақындады. Әлия еденде жансыз жатып, тек көзімен ғана оның әрбір қимылын бақылап тұрды. Оның санасы бұрынғыдан да анық, бұрынғыдан да өткір жұмыс істеп тұр еді, бірақ денесі оның бұйрығына бағынудан біржола бас тартты. Бұл Әлияның Арманның нағыз айуандық бет бейнесін көрген сәті еді. Оның мейірімді құтқарушысы енді жоқ. Оның алдында тек өлімнің салқын әрі есепшіл шебері ғана тұрды. Фургонның есігі тарс жабылды. Іштегі ауа ауырлап, металл мен дәрі-дәрмектің өткір иісі Әлияның тынысын тарылтты. Ол фургонның суық еденде жансыз қуыршақтай сұлап жатыр. Оның қолдары мен иықтары мүлде сезімсіз, ал аяқтарының ұшына дейін жеткен мұздай үйіту сезімі біртіндеп тізесінен жоғары өрлеп барады. Арман үстел үстіндегі кішкене жарықты жақты. Ол Әлияның үстіне еңкейіп, оның көздеріне мұқият қарады. «Қарашы, Әлия, сенің қарашықтарың қалай кеңейіп кеткен. Бұл таза, қоспасыз үрей. Сенің миың қазір қаш немесе соғыс деп бұйрық беріп жатыр, бірақ денең оны орындай алмайды. Бұл менің сүйікті сәтім» деп сыбырлады ол. Ол үстелден екінші бір шприцті алды. Бұл жол ішіндегі сұйықты қою қызыл түсті еді. Ол шприцті жарыққа қаратып ұстап, ауа көпіршіктерін шығарды. «Бірінші дәрі сенің денеңді құрсаулат» деді Арман, Әлияның жанына тізерлеп отырып. «Ал мынау. Бұл сенің санаңды ояу ұстайды. Ол сенің сезімталдығыңды 10 есе арттырады. Сен әрбір тиген қолды, әрбір суық желді, тіпті теріңе түскен шаңды да сезінетін боласың. Бірақ қозғала алмайсың. Сенің үкімің тірілей өз денеңнің қабіріне көмілу». Әлия бар күшін жинап, еріндерін қимылдатпақ болды. Ол тоқта дегісі келді, бірақ оның аузынан тек әлсіз, түсініксіз ыңырсыған дыбыс қана шықты. «Шш!» Сөйлеудің қажеті жоқ. Арман саусағын оның ерніне қойды. «Сенің үніңді ешкім естімейді. Сенің қазіргі басты міндетің сезіну». Ол инені Әлияның мойын тұсына абайлап сұғып алды. Әлия денесін электр тоғы соққандай болды. Бұл ауырсыну емес еді, бұл жүйке жүйесінің шамадан тыс қозуы. Ол Арманның киімінің сыбдырын, оның тыныс алғанын, тіпті оның сағатының тықылын да анық ести бастады. Әрбір дыбыс құлағының ішінде жарылған бомбадай әсер етті. Арман орнынан тұрып, жүргізуші орындығына отырды. «Енді біз баратын жерімізді таңдаймыз. Сен көлді жақсы көресің бе, Әлия?» «Менің бір сүйікті көлім бар. Оның суы өте мұздай және түбі көрінбейтіндей терең. Сенің денең сол көлдің түбінде жатқанда, мен жағада отырып сенің қалай сезініп жатқаныңды елестететін боламын». Көлік орнынан қозғалып, тастақ жолмен теңселе жөнелді. Әлия еденде ары-бері домалап, денесінің металл бұрыштарға соғылғанын анық сезді. Екінші дәрінің әсерінен әрбір соққы оған 10 есе ауыр тиіп жатты. Ол әрбір жарақатты, әрбір сызатты бүкіл болмысымен сезініп, жан дауысы шыға айқайлағысы келді, бірақ ішкі дүниесіндегі айқай тек үнсіздікке жұтылып жатты. Ол терезеден көрінген ағаш бастарына қарап жатып, соңғы рет ұлы мұратты ойлады. «Кешір мені, ботам» деген ой санасында найзағайдай жарқ етті. Ол бұл сәтте өлуге емес, мына құбыжықты өзімен бірге о дүниеге ала кетуге іштей ант берді. Оның әлі 10 минуты бар еді. 10 минут бұл кек алу үшін немесе бір жола жоқ болу үшін жеткілікті уақыт. Әлия толық параличке жақындап қалды, бірақ екінші дәрі оның санасын өте өткір етіп жіберді. Ол Арманның байқамай қалған бір кішкентай мүмкіндігін іздей бастады. Көлік тас жолдан шығып, кедір-бұдыр соқпаққа түсті. Әлия фургонның еденінде жансыз заттай ары-бері домалап бара жатты. Әрбір соққы, әрбір сілкініс Арман екен екінші дәрінің әсерінен денесіне мыңдаған ине соғылғандай қатты батып жатты. Бірақ дәл осы тозақтай ауырсыну оның санасын өшірмей, керісінше, ояу ұстап тұрды. Оның аяқтары мен қолдары қазір тас болып қалған, бірақ Әлия бар назарын оң жақ саусақтарына аударды. Ол өзін іштей барынша жинақтап, бүкіл ерік жігерін бір ғана нүктеге, сұқ саусағының ұшына шоғырландырды. «Қимылда. Өтінемін, бір рет қана», деп бұйырды ол өзіне. Фургон тағы бір шұңқырға түсіп, қатты селкілдегенде, Әлияның қолы жанында жатқан Арманның құрал саймандары салынған жәшікке соғылды.
Жәшіктің ішінен еденге бірнеше металл заттар шашылып түсті. Солардың арасынан Әлияның көзіне түскені өткір хирургиялық скальпель еді. Ол өте жақын, бар болғаны 10 сантиметрдей жерде жатыр. Әлияның паралич болған денесінде әлі де бағынатын бір мүшесі қалған еді. Ол оның жауырыны мен кеуде тұсындағы бұлшықеттері. Ол бар күшін салып, құртша ирелеңдеп, скальпельге қарай жылжыды. Оның тынысы ысқырып, маңдайына мұздай тер бұрқ ете қалды. Арман болса, алдыңғы жақта ыңылдап ән айтып, ештеңе сезбей келе жатты. Ол Әлияны әлдеқашан тірі мәйітке балап, одан қауіп күтуді қойған. Әлия скальпельге жетті. Ол оң қолын жансыз болса да скальпельдің үстіне басты. Оның саусақтары пышақты ұстай алмайды, бірақ ол скальпельді саусақтарының арасына қыстырып, оны тірек ретінде пайдаланбақ болды. Дәл осы сәтте ол өзінің оң жақ сұқ саусағының сәл ғана бүгілгенін сезді. Бұл үміт сәулесі еді. Ол скальпельді еденге қатты басып, өзін терезе жаққа қарай итерді. Оның мақсаты фургонның ішкі жағындағы есік тұтқасын немесе құлыпты ашу емес еді. Ол Арманның көлікті тоқтатқанын күтіп жатпай, оның назарын басқа жаққа аударуы керек екенін түсінді. Әлия скальпельді тістерімен іліп алғысы келіп, басын төмен иді. Бұл қозғалыс оның паралич болған мойын омыртқаларына сұмдық салмақ салды. Көзінен от ұшқындап, басы айналды. Бірақ ол скальпельдің сабын тістеп үлгерді. Дәл осы кезде көлік кенеттен тоқтады. Тежегіштің шыңғырған дыбысы Әлияның құлағын жарып жібере жаздады. Арман есікті ашу үшін машинадан түсті. Әлияның санасында тек бір ғана ой болды. Егер мен қазір қашпасам, мені ешқашан таппайды. Ол скальпельді аузында ұстаған күйі, бар күшін иығына салып, фургонның бүйіріндегі кішкентай желдеткіш терезенің тұсына еңбектеп жетті. Ол жерде Арманның ұмытып кеткен жіңішке сымы салбырап тұр еді. Әлия сол сымға скальпельді іліп, оны сыртқа қарай итеріп жіберді. Ол сыртқа ешқандай дыбыс шығармауға тырысты. Пышақ жұмсақ шөптің үстіне түсті. Енді ол қозғала алмайтын болса да, оның қолында Арманның қаруы бар еді, тек оны пайдаланатын сәтті күту керек. Арман артқы есікті ашқанда Әлия бұрынғы орнында ес-түссіз жатқандай қозғалыссыз жатты. Оның көздері жартылай жұмылған, бірақ ол іштей әрбір секундты санап, денесіндегі соңғы тірі нүктелерді соғысқа дайындап жатты. Уақыт бітті, Әлия, деді Арман оны аяғынан тартып. Көлдің жағасына келдік. Су сені күтіп тұр. Әлия оның қолы өзіне тигенде, бойынан жиіркенішпен ашудың лап бергенін сезді. Бұл ашу оның паралич болған денесіне жан бітіріп жатқандай еді. Ойынның ең қорқынышты бөлімі енді басталды, бірақ Әлия енді жай ғана құрбан емес еді. Арман Әлияны фургоннан жұлқып суырып алды. Қыздың жансыз денесі жағадағы қиыршық тастардың үстіне ауыр түсті. Екінші дәрінің әсерінен Әлия әрбір тастың өткір қырын, дымқыл топырақтың суығын денесімен 10 есе артық сезініп жатты. Ол су астында қалған адамдай тынысы тарылып, тек көзімен ғана айналаны шарлады. Алдында ай сәулесі шағылысқан, беті жып-жылтыр, бірақ түбі қараңғылыққа толы үлкен көл. Айналасында адам өтпес қалың орман. Мұнда айқайлағанмен ешкім естімейді, қашқанмен ешкім құтқармайды. Қарашы, қандай сұлулық, деді Арман терең тыныс алып. Ол Әлияның жанына тастаған скальпельді байқамады, өйткені оның назары тек көлде еді. Су мұздай. Ол сенің денеңді құшағына алғанда параличтің қандай рахат екенін сонда түсінесің. Арман жағадағы қайықты дайындау үшін сәл арыға кетті. Бұл Әлияның соңғы мүмкіндігі еді. Оның аяқтары мен қолдары мүлде бағынбайды, бірақ ол тастаған скальпель оның иығының тұсында, бар болғаны бірнеше сантиметр жерде жатыр. Қимылда. Еңбекте. Деп бұйырды Әлия өзіне. Ол басын жерге тіреп, иығының бұлшық еттерін бар күшімен жиырды. Әрбір қозғалыс оған сұмдық азап әкелді, бірақ ол құртша ирелеңдеп, скальпельге жақындады. Дәл осы сәтте ол жағадан Арманның аяқ дыбысын естіді. Ол қайтып келе жатыр. Әлия соңғы күшін жинап, бетімен жер бауырлай отырып, скальпельді жеңінің ішіне кіргізіп үлгерді. Ал кеттік, Арман оны көтеріп алып, қайыққа салды. Қазір біз көлдің ортасына барамыз. Сол жерде сенің мәңгілік ұйқың басталады. Қайық жағадан алыстаған сайын, Әлияның жүрегі жиі соға бастады.
Ол Арманның екен дәрісінің соңғы сатысына жеткенін сезді, енді оның өкпесі де біртіндеп дем алуды қиындатып барады. Оның тек 5-6 минуты қалғандай еді. Неге үнсізсің, Әлия? Сөйлескің келмей ме? Арман ескекті жайлап қана есіп келеді. Мүмкін, ұлың туралы айтқың келетін шығар. Ол сені сонда күтіп тұр ғой. Бұл сөз Әлияның ішіндегі соңғы жанартауды оятты. Ол Арманның бетіне қарады. Көздерінен от шашырап, өшпенділікпен кек лап берді. Арман оның бұл көзқарасын көріп тоқтап қалды. Оу, сенің әлі де тірі екеніңді ұмытып кетіппін. Бұл жақсы. Мен өлген денемен ойнағанды ұнатпаймын, деді ол мысқылдап. Қайық көлдің ортасына жетті. Судың тереңдігі мұнда ондаған метрге жететін. Арман орнынан тұрып, Әлияның үстіне еңкейді. Ол оны суға лақтыруға дайындалды. Бірақ ол бір нәрсені ескермеді. Әлияның қолы паралич болса да, оның жеңіндегі скальпель оның саусақтарының арасына нық тұрып қалған еді. Және ең бастысы, Әлия өлімнен қорықпайтын. Ол тек осы мақұлықты өзімен бірге су түбіне алып кетуді ғана армандады. Арман оның иығынан ұстап, суға итере бергенде, Әлия бар күшін жинап, басын оның мойнына қарай жұлқып жіберді. Оның денесі бағынбаса да, салмағы мен серпіні Арманды тепе-теңдіктен тайдырды. Олар екеуі бірге суға құлады. Мұздай су Әлияның денесін қарып жіберді. Екінші дәрінің әсерінен бұл су оның сүйегіне жететіндей ауыр тиді. Олар су астында арпалыса бастады. Арман Әлиядан құтылғысы келіп, оны итеріп жатты, бірақ Әлия оның күртешесінен тістерімен жабысып алды. Орман ішіндегі тыныштықты тек судың шалпылы ғана бұзды. Жабайы орман мен мұздай көл енді кімнің жеңіске жететінін күтіп тұр еді. Су астындағы әлем Әлия үшін нағыз тозаққа айналды. Мұздай су оның терісіне мыңдаған пышақ болып қадалып, екінші дәрінің әсерінен бұл азапты 10 есе күшейтті. Ол судың әрбір тамшысын, әрбір ағысын денесімен сезіп тұрды, бірақ паралич оның қолын көтеруге де, аяғын серпуге де мұрша бермеді. Арман су астында есін тез жинап алды. Ол Әлияны өзінен итеріп тастамақ болып, қыздың иығынан қатты қысты. Әлияның өкпесіндегі соңғы ауа көпіршік болып сыртқа шығып кетті. Оның санасы қарауыта бастады, бірақ дәл осы сәтте Әлия жеңінің ішіне жасырған скальпельді есіне түсірді. Оның қолдары қимылдамаса да, ол бүкіл денесін серппедей жиырып, Арманға қарай жақындады. Олар су түбіне баяу батып бара жатты. Арманның көздерінен үрей байқалды, ол Әлияның мынадай жанкештілікпен өзіне жабысып алғанын күтпеген еді. Әлия скальпель жатқан оң қолын Арманның мойнына қарай барынша жақын ұстап тұрды. Арман одан құтылу үшін Әлияның бетін жұдырықпен соқты. Әрбір соққы Әлияның миында жарылыстай сезілді, бірақ ол тістерін ақситып, оның күртешесінен айырылмады. Су түбіндегі қараңғылық оларды жұтып бара жатты. Әлияның өкпесі күйіп, көкірегі қысылды. Дәл осы сәтте удың паралич жасау күші оның тыныс алу бұлшықеттеріне жетті. Ол енді дем алғысы келсе де, көкірегін керіп, ауа жұта алмайтынын сезді. Бұл дененің ең соңғы сатқындығы еді. Арман Әлияның саусақтарының босай бастағанын сезіп, оны бар күшімен итеріп жіберді. Әлия судың тереңіне, тас қараңғы тұңғиыққа қарай бата берді. Ол су астында қалған тастардың арасына кептеліп қалды. Оның көз алдында ұлы Мұраттың бейнесі тағы да пайда болды. Ол күлімсіреп, анасына қолын созып тұрғанда еді. Менің уақытым осы ма? Мен берілдім бе? Деген ой санасының түкпірінде жылт етті. Бірақ Арман жағаға қарай жүзіп бара жатып, бір нәрсені байқамады. Әлия су астындағы ағыспен бірге көл түбіндегі батпаққа емес, су астындағы үлкен ағаш діңінің астына кептеліп қалған еді. Оның басы су бетінен бар болғаны 10 шақты сантиметр төменде тұрды. Кенеттен Әлияның денесінде қызық құбылыс басталды. Мұздай су мен адреналин дәрінің әсерін бәсеңдеткендей болды ма, әлде оның ашуы ғылымға белгісіз күш берді ме, әйтеуір оның оң жақ саусақтары кенеттен дірілдеп, жан біткендей қимылдады. Ол саусақтарының арасындағы скальпельді нық ұстап алды. Әлия көзін ашты. Судың бетінен Арманның жағаға шығып, есін жинап жатқан көлеңкесі көрінеді. Ол аман қалды, бірақ ол Әлияны өлдіге санады. Әлия су астында соңғы күшін жинап, өкпесінде қалған соңғы үмітімен денесін серпіп жіберді. Оның қолы бағына бастады.
Ол скальпельмен киімін ұстап тұрған бұтақтарды кесіп жіберіп, су бетіне атып шықты. Ол дыбыссыз, тек мұрнымен ғана ауа жұтып, су бетінде жатты. Оның денесі әлі де ауыр, бірақ енді ол жай ғана тірі мәйіт емес, ол кектен жаралған аңшы еді. Орманның үнсіздігінде жаңа бір қауіп пайда болды, және ол қауіп Арман үшін ең соңғысы болмақ. Әлияның денесіндегі паралич біртіндеп тарай бастады, бірақ ол әлі де әлсіз. Оған Арман байқамай тұрғанда жағаға шығып, оны тұтқиылдан соғу керек. Ойын орындары ауысты. Енді Әлия аңшы, Арман олжа. Су бетіне шыққан Әлия өкпесін толтыра ауа жұтты. Әрбір дем оның ішіндегі өртті сөндіргендей болғанымен, екінші дәрінің әсерінен суық ауа кеңірдегін пышақтай тіліп өткендей сезілді. Ол өзін толқындардың еркіне жіберіп, дыбыссыз ғана жағаға жақындады. Арман жағада, фургонның шамдарының жарығында тұрды. Ол үстіндегі су болған күртешесін шешіп, жерге лақтырып тастады да, ашумен көлге қарап айқайлап жіберді. Оның жоспары бұзылды. Ол Әлияның су түбінде қалай паралич болып батқанын тамашалағысы келген еді, бірақ оның орнына су астында ажалмен арпалысып, өзі де батып кете жаздады. Мағұлық, сәл қалғанда мені де алып кете жаздадың ба? Деп күрсінді Арман. Ол Әлияны су түбінде мәңгілікке қалды деп нық сеніммен ойлады. Оның ойынша паралич болған адамның мұндай мұздай судан тірі шығуы мүмкін емес еді. Әлия жағаның көлеңкелі, қалың қамыс басқан тұсына жетті. Оның аяқтары мен қолдары әлі де қорғасындай ауыр, бірақ саусақтары икемге келе бастады. Ол батпаққа батқан денесін әрең сүйреп судан шықты. Қазір ол ашыққа шыға алмайды, Арманның қолында қару бар, ал оның қолында тек кішкентай скальпель ғана. Арман фургонға қарай жүрді. Ол жерден құрғақ киім немесе жаңа бір ойыншық іздеп жатқандай. Әлия осы сәтті пайдаланып қалың бұтақтардың арасына сіңіп кетті. Ол енді құрбан емес, ол көлеңке. Қайдасың, Әлия? Деп Арман кенеттен дауыстап жіберді. Оның дауысында әлде бір күдік пайда болды. Ол қолшамын алып көлдің бетін қайтадан шарлай бастады. Сенің соңғы сәттегі көзқарасың маған тыныштық берер емес. Сенің өліміңді өз көзіммен көруім керек еді. Арман жағадағы іздерге қарап, Әлияның судан шыққан орнын іздей бастады. Оның аяқ дыбысы жақындаған сайын, Әлияның жүрегі жиі соқты. Ол үлкен ағаштың тасасына тығылып, тынысын ішіне тартты. Оның денесі әлі де дірілдеп тұр, бірақ бұл қорқыныш емес, бұл Арманның қанына деген шөлі еді. Арман Әлия тығылып тұрған ағаштан бар болғаны 3 метрдей жерде тоқтады. Қолшамның жарығы Әлияның жанындағы бұтақтарды тіліп өтті. Мен сенің тірі екеніңді білемін деп сыбырлады Арман. Оның даусы енді мүлде жақыннан шықты. Паралич біртіндеп тарайды, бірақ ол сені әлі де баяулатады. Сен қашып кете алмайсың. Мына орман менің үйім. Ал сен адасқан қозысың. Арман қолшамын төмен түсіріп, жердегі дымқыл ізді байқап қалды. Ол Әлияның тығылған жерін тапты. Ол ақырын ғана пышағын шығарып, ағашты айнала бергенде Әлия соңғы мүмкіндігі екенін түсінді. Ол параличтен әлі де ауыр тартып тұрған денесін бар күшімен алға лақтырды. Бірақ ол Арманға шабуыл жасаған жоқ. Ол оның аяғының астына домалап түсіп, қолындағы скальпельмен оның тобығын орып жіберді. Арман ауырсынудан айқайлап жіберіп, жерге құлады. Оның қолшамы шөптің арасына ұшып кетті. Қараңғы орман ішінде екеуінің де демі естіледі. Енді екеуі де жаралы. Енді екеуінің де қимылы баяу. Нағыз тығылмақ ойыны енді басталды, бірақ бұл жолы ережелерді Әлия жазып жатқан еді. Арман жараланды, бұл оны тіпті құтырған аңдай қатыгез ете түсті. Әлияның параличі толық тарап үлгере ме, әлде Арман оны ақырғы соққымен тоқтата ма? Орман іші Арманның жан дауысы шыққан айқайынан тітіркеніп кеткендей болды. Ол тобығын ұстап, жерде аунап жатты. Әлия бұл сәтті күтпестен бар күшін жинап қайтадан қалың жыңғылға қарай еңбектей жөнелді. Оның денесі әлі де қорғасындай ауыр, әрбір қозғалыс мыңдаған ине болып қадалады, бірақ адреналин удың күшін басып бара жатты. Сен тірісің бе? Арманның дауысы енді ашу мен таңғалысқа толы еді. Мыстан. Мен сенің аяқ қолыңды өз қолыммен сындырамын. Арман ақсаңдай басып орнынан тұрды.
Ол жараланса да бойындағы ызасы оны алға итерді. Ол жерде жатқан қолшамын алып, Әлияның ізіне түсті. Әлия болса, алды-артына қарамай, көл жағасындағы батпақты, қамыс арасымен ілгері жылжып келеді. Ол қайтадан суға жақын келді. Басқа барар жері жоқ еді, алдында тік жартас пен терең су, артында ашулы маньяк. Әлия су астындағы үлкен бір шөгінді ағаштың астына тығылды. Ол судың ішіне мойнына дейін батып, тек мұрнымен ғана дем алып тұрды. Судың бетіне жайылған тұман оның бейнесін жасырып тұрғандай. Арман жағаға жақындап келді. Ол қолшаммен су бетін шарлап жүр. Мен сені көріп тұрмын, Әлия. Судан шық. Сенің денең тағы да сал болып барады, мен оны білемін. Дәрінің екінші толқыны енді басталады. Сен су астында қозғала алмай қаласың, сосын баяу батып кетесің. Бұл өте қорқынышты өлім. Әлия оның сөздеріне құлақ аспауға тырысты, бірақ қорқыныштысы Арман рас айтып тұр еді. Оның саусақтары қайтадан үйіп, суық мұз бойымен жоғары өрлей бастады. Денесіндегі дірілді тоқтаталар емес. Судың астында әлдебір зат оның аяғына тигендей болды. Балық па, әлде су астындағы шіріген бұтақ па, белгісіз. Бірақ бұл қараңғы судың астындағы белгісіздік оның зәресін ұшырды. Дәл осы кезде Арман суға бір қадам басты. Ол Әлияның қайда екенін шамалап біліп қойғандай. Сенің деміңді естіп тұрмын, деді ол мысқылмен. Қазір мен саған жақындаймын да, сенің басыңды суға батырып тұрып, соңғы деміңді санап отырамын. Әлия су астындағы үрей мен денесінің сатқындығының арасында қалды. Егер ол қазір қозғалмаса, Арман оған жетеді. Егер қозғалса, дыбыс шығарып, өзін әшкерелейді. Ол су астымен жүзуге бел буды. Терең дем алып, су астына сүңгіп кетті. Судың асты тас қараңғы. Ол көзін ашса да, ештеңе көре алмады. Тек суық пен қорқыныш қана. Ол су астымен жағалауды бойлай жүзіп бара жатып, кенеттен қолымен бір металл затқа соғылды. Бұл Арманның қайығының түбі еді. Қайық жағаға жақын жерде, қамыстардың арасында байлаулы тұр екен. Әлияның санасында найзағайдай бір ой жарқ етті. Бұл оның жалғыз құтылу жолы еді. Ол су бетіне дыбыссыз шығып, қайықтың артына жасырынды. Арман болса, оны сәл арырақ жерден, жағадағы бұтақтардың арасынан іздеп жүреді. Әлия қайықтың ішіне қарады. Ол жерде Арманның сөмкесімен тағы бірнеше құралдары жатыр. Ол соңғы күшін жинап, қайыққа мінуге әрекеттенді, бірақ параличтің жаңа толқыны оның аяқтарын қайтадан құрсаулап тастады. Ол тек жартылай ғана қайыққа ілініп, су мен ағаш арасында қалып қойды. Арман қайыққа қарай бұрылды. Оның қолшамының жарығы қайықтың жиегіне түсті. Әлияның жансыз саусақтары қайықтың ернеуінен таймай тұра ала ма? Өлім қаупі өте жақын. Әлия қайықтың ернеуіне жабысқан күйі қозғалмай қалды. Оның саусақтары суықтан ба, әлде параличтің жаңа толқынынан ба, мүлде сезімсіз еді. Ол тек көзімен ғана Арманның қолшамының жарығын бақылап тұрды. Жарық сәулесі су бетін шарлап келіп, қайықтың шетіне тоқтады. Арман бірнеше қадам жасап, қайыққа жақындады. Оның ақсаңдаған аяғының дыбысы Әлияның құлағында өлім сағатының тықылындай естілді. Әлия, мен сенің осында екеніңді білемін. Қайыққа жабысып тұрсың ба? Қандай аянышты. Арманның дауысынан суық жеңіс нышаны байқалды. Дәл осы сәтте Әлияның санасы екіге бөлінгендей болды. Бір жағы мұздай су мен параличке беріліп, бәрін тоқтатқысы келген шаршаған әйелдің санасы. Екінші жағы кек пен өмірге деген аштықтан жаралған жауынгердің рухы. Көз алдына тағы да ұлы Мұраттың бейнесі келді. Бірақ бұл жолы ол күлімсіреп тұрған жоқ еді. Оның бейнесі Әлияға. Тұр. Берілме. Деп айқайлап тұрғандай сезілді. Менің өлетін жерім бұл емес, деп ойлады Әлия тістеніп. Мен мына мақұлықты өзіммен бірге ала кетпей, жан тапсырмаймын. Осы ой оның бойына тылсым бір күш бергендей болды. Ол паралич болған қолын емес, бүкіл денесінің салмағын пайдаланып, қайықтың ернеуін төмен қарай басты. Қайық қатты шайқалды. Арман тепе-теңдігін жоғалтып, бір сәтке кідіріп қалды. Әлия осы бірнеше секундты пайдаланып, қайықтың ішіне өңмеңдей алға ұмтылды. Ол қайыққа құлап түскенде, Арманның сөмкесіне соғылды.
Сөмкенің ішінен жерге тағы бірнеше заттар шашылды. Солардың арасында кішкентай, бірақ жарқыраған металл құты, Арманның параличке қарсы қолданатын антидоты, у қайтарышы, бар еді. Арман қайықтың шетінен ұстап, ішке мінуге әрекеттенді. Оның жүзі ашудан тырысып кеткен. Ол менікі, деп айқайлады ол құтыны көріп. Оған тиісуші болма. Арман қайыққа шығып, Әлияның үстіне секірді. Екеуі шағын қайықтың ішінде арпалыса бастады. Әлияның бір қолы әлі де жансыз, бірақ екінші қолымен ол құтыны қатты қысып алды. Арман оның саусақтарын сындырып жіберердей болып бұрап жатты. Әлия ауырсынудан айқайлап жіберді, бірақ құтыны жібермеді. Сен бәрібір оны пайдалана алмайсың. Сен оның қалай жұмыс істейтінін де білмейсің, деп ысылдады Арман. Әлия оның бетіне бар күшімен түкіріп жіберді де, қолындағы құтыны суға қарай лақтырып жібергендей болды. Арман инстинктивті түрде суға қарай ұмтылды. Бірақ Әлия оны алдап соққан еді, құты оның жеңінің ішінде қалды. Арман суға еңкейген сәтте, Әлия қайықта жатқан ауыр ескекті алып, оның басынан бар күшімен соқты. Арман есеңгіреп, қайықтан суға құлап түсті. Әлия қайықтың ішінде жалғыз қалды. Оның демі жиілеп, көз алдындағы дүние бұлдырап бара жатты. Ол жеңінен құтыны шығарып, оны тістерімен ашты. Бұл оның соңғы мүмкіндігі, не бұл дәрі оны құтқарады, не мәңгілікке ұйықтатады. Ол көзін жұмып, сұйықтықты жұтып жіберді. Көл үстінде тыныштық орнады. Тек судың шалпылы мен алыстан естілген үкінің дауысы ғана түнгі ауаны жарып тұрды. Өмір мен өлім арасындағы таразы енді қай жаққа ауатыны белгісіз еді. Антидот тамағынан өткенде Әлия оның дәмін де сезбеді. Тек бірнеше секундтан кейін асқазаннан бастап бүкіл денесіне лап еткен ыстық толқынды сезінді. Бұл жағымды жылу емес еді, бұл тамырларының ішінде екі түрлі химиялық заттың соғысып жатқандай жан түршігерлік сезімі. Оның бұлшықеттері тартылып, сүйектері сырқырап бара жатты. Ол қайықтың түбінде жатып, тісін тісіне қойып шыдады. Шыдауың керек, деп қайталады ол іштей. Дәл осы сәтте қайықтың шеті қатты қисайып, су бетінен Арманның басы көрінді. Оның басынан аққан қан бетіне жайылып, сумен араласып, оны нағыз су астынан шыққан қобыжыққа ұқсатып жіберген. Оның көздерінде енді ақылды маньяктың белгісі де қалмаған, тек жабайы, малғұндық ыза ғана бар. Сен бәрін құрттың. Арманның даусы қарлығып шықты. Ол қайыққа жабысып, оны аударып тастағысы келгендей сілкілей бастады. Әлияның саусақтары біртіндеп жан біте бастағанын сезді. Иә, олар әлі де дірілдеп тұр, бірақ енді олар оның бұйрығына бағынады. Ол еңбектеп барып, қайықтың бұрышында жатқан Арманның сөмкесіне қол салды. Оның ішінде не барын білмесе де кез келген қару керек еді. Оның қолы металл сымға және ауыр темір қысқышқа түсті. Арман қайыққа өрмелеп шыға бергенде, Әлия күтпеген әрекет жасады. Ол қашқан жоқ, керісінше Арманға қарай ұмтылды. Арман Әлияның әлі де паралич болып жатыр деп ойлаған еді. Ол қыздың мұндай жылдам қимылдайтынын күтпеген. Әлия қолындағы темір қысқышпен Арманның жаралы тобығына бар күшімен соққы берді. Арман ауырсынудан бақырып жіберіп, қайықтың жиегіне құлады. Мынау менің балам үшін, деді Әлия тістеніп. Ол Арманның беліндегі былғары қапшықта тұрған тапаншаны немесе пышақты алғысы келді, бірақ Арман оны қолынан шап беріп ұстап алды. Екеуі қайықтың ішінде өлімші болып алыса бастады. Арман өзінің физикалық күші басым екенін пайдаланып, Әлияны астына басып, оның мойнынан буа бастады. Сен сонда да өлесің. Менімен бірге су түбіне кетесің, деп Арман оны буындыра берді. Әлияның көз алды қарауытып, ауа жетпей бара жатты. Бірақ оның қолы Арманның киіміне ілінген электрошокерге жетті. Бұл Арманның өзін алғаш ұстағанда қолданған қаруы еді. Әлия электрошокерді алып, оны Арманның су болған денесіне басты да түймесін басып қалды. Су мен электр тоғы өлімші қосынды. Көгілдір жарық-жарқ етіп, Арманның бүкіл денесі сілкініп кетті. Тоқ оның су киімі арқылы бүкіл мүшесіне тарады. Арманның көздері шарасынан шыға жаздап, денесі қатып қалды. Әлия оны бар күшімен итеріп жіберді. Арман шалқасынан суға құлады.
Бұл жолы ол дыбыссыз, тек су бетіндегі көпіршіктер ғана оның батып бара жатқанын көрсетті. Әлия қайықтың ішінде демігіп жатып қалды. Оның денесі әлі де антидоттан дірілдеп тұрса да, ол жеңгенін түсінді. Арманның өз қаруы оның соңғы соққысына айналды. Арман су түбіне кетті, бірақ Әлия әлі де көлдің ортасында, қараңғы орманның құшағында. Оның күші сарқылып барады. Ол жағаға жете ала ма? Ал Арман шынымен де соңғы демін алды ма? Арман су астына кеткен соң көл бетіне қорқынышты тыныштық орнады. Әлия қайықтың ернеуінен ұстап, қараңғы суға ұзақ қарап тұрды. Оның денесі антидот пен электрошокердің соққысынан кейін есеңгіреп қалған еді. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмады. Кенеттен Әлияның ішкі мүшелері мұздап, бас айнала бастады. Антидот уды толық жойып үлгермеген бе, әлде екі түрлі химиялық заттың қақтығысы дененің жаңа реакциясын тудырды ма белгісіз. Оның саусақтары қайтадан икемге келмей, тілі күрмеліп, көз алды бұлдырап кетті. Бұл паралиштің ең ауыр, ең соңғы шегі еді. Жоқ. Дәл қазір емес. Деп күбірледі ол, бірақ өз дауысын өзі естімеді. Оның денесі қайық еденіне сылқ етіп құлады. Әлия енді қозғала алмайды, тіпті саусағының ұшында қимылдата алмайды. Бірақ екінші дәрінің сезімталдықты арттыратын удың күші әлі де жойылмаған еді. Ол қайық түбіндегі суықты, Арманның сөмкесінен шыққан темірдің иісін, тіпті қайық ернеуіне соғылған майда толқындардың дірілін де анық сезіп жатты. Дәл осы сәтте қайықтың бір жағына ауыр салмақ түсті. Қайық қисайып, су ішке кіре бастады. Әлия көзін әрең ашып, қайық жиегіне қарады. Судан қанға боялған ісінген саусақтар көрінді. Арман тірі еді. Электрошокердің соққысы оны өлтірмеген, тек есеңгіреткен. Ол су астынан өлім мен өмірдің арасында арпалысып шығып, қайыққа қайтадан өрмелеп бара жатты. Оның көздері қып-қызыл болып кеткен, демі сырылдап, қобыжыққа ұқсап қалған. Мен сені. Арман сөйлей алмады, тек ысылдаған дыбыс шығарды. Ол қайықтың ішіне ауыр денесімен құлап түсті. Екеуі де қайықтың еденінде бір-біріне қарама-қарсы жатыр. Екеуі де қозғала алмайды. Арманның денесі электрошокерден кейін құрысып қалған, ал Әлия паралиштің соңғы толқынында тұншығып жатыр. Бұл өте қорқынышты көрініс еді. Екі жаралы, жансыз дерлік дене бір-біріне өшпенділікпен қарап, тар кеңістікте жатыр. Арманның қолы Әлияның тамағына қарай өте баяу жылжыды. Оның саусақтары дірілдеп, Әлияны буындыру үшін соңғы күшін жинап жатты. Әлия өзінің демі тарылып бара жатқанын сезді. Ол өлімнің тым жақын екенін түсінді. Арманның саусақтары оның мойнына тигенде, Әлия бар күшін жинап, тек бір ғана нәрсені, өз салмағын пайдалануды ойлады. Ол қайықтың еденіндегі суды байқады. Қайық тесілген немесе Арман мінгенде су көп кіріп кеткен. Әлия паралич болған денесімен қайықтың бір шетіне қарай аунай бастады. Бұл оның соңғы айласы. Егер ол қайықты аударып жіберсе, екеуі де суға кетеді. Бірақ Әлияда құтқару белбеуінің бауын ұстап қалуға мүмкіндік бар еді, ал Арманның денесі толықтай істен шыққан. Қайық қатты шайқалып төңкеріле бастады. Арманның көздерінде алғаш рет нағыз ажал алдындағы үрей пайда болды. Жоқ. Деп ысылдады ол. Бірақ кеш еді. Қайық аударылып, екеуінде мұздай қараңғылық жұтып әкетті. Екеуі де су астында. Әлия параличтің құрсауында болса да, өзін су бетіне шығара ала ма? Ал Арманның ақырғы сәті келді ме? Судың астында уақыт тоқтап қалғандай болды. Төңкерілген қайықтың астында қалған Әлия мен Арман қараңғы тұңғиыққа қарай баяу бата берді. Мұздай су Әлияның өкпесін қысып, санасын тұман торлағандай етті. Бірақ параличтің ең ауыр сатысы өткен бе, әлде ажалдың суық құшағы денені селт еткізді ме? Әйтеуір Әлияның саусақтары мен аяқтарының ұшына жан кіргендей болды. Ол су астында көзін ашты. Оның дәл қарсысында Арман тұрды. Бірақ бұл баяғы айбатты, ақылды аңшы емес еді. Электрошокердің соққысы оның жүйке жүйесін бір жола зақымдаған. Маньяктың денесі су астында құрысып, бақылаусыз дірілдеп жатты. Оның көздері шарасынан шығып, аузынан шыққан соңғы ауа көпіршіктері су бетіне бет алды. Енді олардың орындары ауысты. Арман дәрменсіз олжа, ал Әлия оның тағдырын шешуші күш.
Әлияның қолы қайықтың жиегінде ілініп тұрған арқанға тиді. Ол бар күшін жинап, Арманның мойнындағы су болған күртешесінен шап беріп ұстап алды. Ол оны құтқару үшін емес, оның су бетіне шығуына жол бермеу үшін жабысты. Арман Әлияның қолын итермек болды, бірақ оның саусақтары икемге келмей, тек суды ғана қармады. Әлия Арманның көзіне тіке қарады. Ол маньяктың қарашығынан өз өлімін емес, өзінің жеңісін көрді. Дәл осы сәтте Әлияның бойындағы паралич толық тарап кеткендей болды, кекпен ашу ең күшті антидотқа айналды. Ол Арманды қайықтың ауыр темір зәкіріне, якор, байланған шынжырдың тұсына қарай итерді. Арманның киімі немесе шынжырдың бір ілмегі оған ілініп қалды ма, әйтеуір ол төмен қарай тартыла бастады. Ол аузын ашып, су жұтты. Оның соңғы көргені су бетіне қарай сенімді жүзіп бара жатқан Әлияның көлеңкесі. Әлия су бетіне атып шығып, өкпесін толтыра ауа жұтты. Ол төңкерілген қайықтың үстіне шығып, судың астына қарады. Тереңнен бірнеше көпіршіктер шығып, сосын бәрі тынышталды. Көл өз құпиясын жұтып қойды. Ол жағаға қарай жайлап жүзіп келе жатып, Арманның өзіне айтқан сөзін есіне алды. Мен адамның рухы мен денесінің ажырасу сәтін зерттеймін. Енді өзің зертте, деп сыбырлады Әлия дымқыл еріндерімен. Ол жағаға жеткенде денесі әлсіздіктен дірілдеп, дымқыл құмның үстіне құлады. Ол тірі еді. Ол жеңді. Бірақ алда оны бұрынғыдан да қиын сынақ, жаңа өмірді бастау сынағы күтіп тұрды. Әлия жағалаудағы суық құмның үстінде қанша уақыт жатқанын білмейді. Тек аспандағы айдың бұлттар арасына жасырынып, айналаның мүлде қараңғыланғанынан біраз уақыт өткенін аңғарды. Денесіндегі антидоттың әсері біртіндеп бәсеңдеп, параличтің қалдықтары жойыла бастаған. Ол саусақтарын жұдырыққа түйіп көрді, енді олар оған толықтай бағынады. Ол орнынан әрең тұрып көлге бұрылды. Су беті айнадай тып-тыныш. Тек ортада аударылып қалған қайық қана қарауытып көрінеді. Арман сонда сол суық қараңғылықтың астында қалды. Әлия Арманның фургонына қарай бет алды. Оның аяқтары әлі де дірілдеп тұрса да, бойында таңғажайып бір жеңілдік бар еді. Фургонның ішіне кіріп, Арманның лақтырып тастаған құрғақ күртешесін иығына ілді. Ол жерде жатқан құралдарға, шпристерге қарап, жиіркеніштен түршігіп кетті. Бұл көлік нағыз өлім камерасы еді. Ол жүргізуші орындығына отырып, фургонның ішін тінте бастады. Оған Арманның кім екенін, оның тағы қанша құрбаны болғанын білу керек еді. Қолғап салатын қорапшаның ішінен ол бірнеше әйелдің әмияны мен ұялы телефондарын тапты. Олардың арасында кішкентай балалардың ойыншық аюы да жүр екен. Әлияның жүрегі шаншып кетті. Арман кездейсоқ маньяк емес, бұл оның көп жылдық кәсібі болған. Кенеттен ол фургонның терезесінен көл бетіндегі бір қозғалысты байқап қалды. Оның жүрегі тоқтап қала жаздады. Мүмкін емес. Ол өлді ғой, деген ой санасын торлады. Ол фургоннан атып шығып, жағаға жүгірді. Көлдің ортасындағы қайықтың жанында бірдеңе жылтылдады. Әлия қолшамды алып, жарығын сол жаққа бағыттады. Бұл адам емес еді. Бұл Арманның су бетіне қалқып шыққан қалпағы мен қайықтан түсіп қалған ақ көбіктер екен. Бірақ Әлия бір нәрсені түсінді. Көл Арманның денесін оңайлықпен бермейді. Ол жердегі су астындағы ағыстар мен шөгінді ағаштар оның денесін мәңгілікке жасырып қалуы мүмкін. Әлия фургонға қайтып келіп, Арманның телефонын қосты. Құлыпталмаған екен. Галереяны ашқанда оның көзіне ондаған суреттер түсті. Әрбір суретте Әлия сияқты дәрменсіз күйде түсірілген әйелдер. Олардың кейбірінің көзінде үрей, кейбірінде үміт үзілген суық жылтыр бар. Ол бұл дәлелдердің жоғалып кетпеуі керектігін түсінді. Ол фургонды оталдырмақ болды, бірақ кілті Арманның қалтасында көл түбінде кеткен еді. Әлия терең тыныс алып, орман ішіне, өз көлігі қалған жаққа қарай жаяу тартты. Ол енді қорықпайды. Арман оның ішіндегі ең үлкен қорқынышты, өлімнен қорқуды өлтіріп кеткен еді. Ол қалың орманның ішімен жүріп келе жатып, өзін алғаш рет нағыз тірі адамдай сезінді. Орманның қалың жыңғылымен жүріп келе жатып, Әлия таң алдындағы алғашқы сәулелердің ағаш бастарына түскенін байқады. Түн бойғы қанды шайқас пен жан түршігерлік үрейден кейін, бұл жары оған басқа әлемнің хабарындай көрінді.
Оның денесі әлі де ауырсынып, әр қадамы азаппен келсе де, бойында таңғажайып бір тыныштық бар еді. Ол өз көлігі қалған жартас жиегіне шықты. Түнгі оқиға басталған жер Әлия өмірімен қоштаспақ болған құс. Көлік сол орында, есігі жабық, суық түннің шығымен жабылып тұр екен. Әлия рөлге отырып, айнаға қарады. Айнадан оған мүлде басқа әйел қарап тұрды. Беті қолы сырылған, шашы ұйпа-тұйпа, көздері қызарған, бірақ сол көздерде бұрынғы өлім мұңның орнына өмірге деген қатал, өткір от пайда болған. Ол қалтасынан Арманның фургонынан алған ұялы телефонды шығарды. Оның ішіндегі сұмдық бейнелер мен суреттер Арманның құрбандарының соңғы куәгерлері еді. Әлия телефонды қатты қысты. Ол бұл мақұлықтың есімі тарихта қалмауын, бірақ оның жасаған қылмыстары ашылып, құрбандардың жаны тыныштық табуын қалады. Көлікті от алдырып, ол қалаға қарай бет алды. Жол бойында ол алғаш рет өксіп-өксіп жылады. Бірақ бұл шарасыздықтың жылауы емес, бұл жан дүниесінің тазаруы еді. Ол өзін кінәлауды тоқтатты. Ұлы Мұраттың қазасы үшін, өзінің әлсіздігі үшін, өзін жегідей жеген кінә сезімі түндегі көл суымен бірге шайылып кеткендей болды. Қалаға кіреберісте ол полиция бөлімшесінің алдына тоқтады. Оның келуі үлкен шу тудырды. Үсті басы малман су, жараланған әйелдің қолындағы дәлелдер мен ол айтқан оқиға кез келген тәжірибелі тергеушіні тіксіндіретін еді. Ол көлдің түбінде, деді Әлия тергеушінің көзіне тіке қарап. Ол мені өлтірмек болды, бірақ ол мені қайта тірілтті. Бірнеше сағаттан кейін көл жағасына ондаған полиция көліктері мен сүңгуірлер жетті. Арманның фургоны табылды. Оның ішіндегі құпия қоймалар мен зертханалық құралдар Арманның жылдар бойы ешкімге білдіртпей әрекет еткен қауіпті маньяк екенін растады. Әлия аурухана палатасында жатып, терезеден атып келе жатқан күнге қарады. Дәрігерлер оның денесінен паралич жасайтын сирек кездесетін улы заттың қалдықтарын тапты. Олар Әлияның қалай тірі қалғанына таңғалысты. Бірақ Әлия білетін. Оны құтқарған антидот емес, оны құтқарған ішіндегі өшпес аналық махаббат пен соңғы сәтте оянған өмірге деген құштарлық еді. Ол телефонды алып, Асқарға қоңырау шалды. Асқар. Мен үйге келе жатырмын, деді ол дауысы дірілдеп. Бізге сөйлесу керек. Бізге қайтадан өмір сүруді үйрену керек. Әлия енді құрбан емес еді. Ол өлімді жеңген, тозақтан аман шыққан жаңа адам еді. Және бұл оның нағыз қайта туылған сәті болатын. Арада 1 жыл өтті. Күздің салқын желі орман ішіндегі сары жапырақтарды аспанға көтеріп, көлдің бетінде кішкентай толқындар тудырып жатты. Жағалауда ақ түсті жеңіл көлік тоқтады. Одан үстіне қарапайым ғана пальто киген, жинақы, жүзінде сабыр мен нық сенім ұялаған әйел түсті. Бұл Әлия еді. Ол жағаға жақын келіп, ұзақ уақыт судың бетіне қарап тұрды. Бұл жер енді ол үшін үрей мекен емес еді. Полиция мен сүңгуірлер Арманның денесін сол түні таба алмаған. Ол көлдің тереңіндегі ағыстар мен шөгінділердің астында мәңгілікке қалды. Ресми түрде ол із-түзсіз жоғалған деп саналса да, Әлия оның қайда екенін және ешқашан оралмайтынын жақсы білетін. Әлия көлдің шетіне, толқын аяғына тиетін жерге дейін жақындады. Ол осыдан 1 жыл бұрын дәл осы жерде өзін тірі мәйіт сезінгенін есіне алды. Ол кезде оның жаны жаралы, рухы езілген еді. Ал қазір ол басқа адам. Ол өзінің қайғысымен өмір сүруді емес, сол қайғыны күшке айналдыруды үйренді. Ол судың түбіне, Арман жатқан қараңғылыққа қарап, бәсең дауыспен сөйлей бастады. Оның дауысы дірілдеген жоқ, ол нық әрі салқын шықты. Мен саған рахмет айту үшін келдім, деді ол. Бұл кешірім емес. Және бұл татуласуда емес. Әлия терең дем алып сөзін жалғастырды. Сен мені жоқ қылғың келді, бірақ мені қайта жараттың. Сен менің денемді құрсаулап, еркімді алғың келді, бірақ сен маған нағыз еркіндіктің не екенін көрсеттің. Мен өлімді іздеп келіп едім, сен маған өмірдің әрбір тынысы қаншалықты қымбат екенін үйреттің. Сен мені сындырмақ болдың, бірақ сен мені ешқашан сынбайтындай етіп шыңдап кеттің. Ол қолындағы кішкентай ақ гүлді су бетіне тастады. Гүл толқындармен бірге ақырын алыстап бара жатты. Бұл гүл Арман үшін емес, Әлияның сол түні көл түбінде қалған ескі бейнесі мен қорқыныштар үшін еді. Сен мені жасадың, Арман.
Бірақ сен жасаған бұл әйел сенің ең үлкен жеңілісің. Әлия артына бұрылды. Ол енді жалтақтамайды, өткенге қарап өкінбейді. Оның алдында жаңа жол, жаңа өмір күтіп тұр. Ол көлігіне отырып қозғалтқышты от алдырды. Оның жанарында өмірге деген шексіз құштарлық пен ешкім сөндіре алмайтын от бар еді. Ол көлді, орманды және өз өмірінің ең қараңғы парағын артта қалдырып, жарқын болашаққа қарай жүйткей жөнелді. Ол енді құрбан емес. Ол жеңімпаз.